Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздерге канал ұнап жатса лайк басып комментарий қалдырып отырыңыздар. Бізде бүгін 6 сыныптың 16 бетінің жаттығулары жұмыс дәптерінде. Бізде мына бірінші жаттығу кроссворд шешеміз. Кроссвордты яғни кім қай елден екенін, яғни немесе ұлты туралы жазамыз. Мысалға, Joy is from the USA, яғни ол америкалық. Ол Америкадан, значит, ол американдық. Дәл осылай жазып шығасыздар. Яғни ол Қытайдан, ол Қытайлық. Қытай азаматы. Яғни дәл осылай барлығын жазып шығасыздар. Бұлар тігінен және көлденеңінен берілген. Біз бірінші көлденеңінен, сосын тігінен орындайсыздар. Екінші жаттығу бізде complete the sentences with the words, яғни қорапшадағы тұрған сөздерді жазамыз. Сіздерде тексті оқысаңыздар, бұлардың барлығы бар. Яғни Барак Обама ол американдық, Альберт Эйнштейн германиялық, яғни Пеле бразилиялық. Дәл осылай барлығын жаза бересіздер. Үшінші complete the sentences, яғни жаттығуларды орындаймыз. Яғни ұлтын, мемлекетін, тілі туралы жазамыз. Kiko is from Japan, яғни ол Жапониядан. She speaks, яғни жапонез, ол жапон тілінде сөйледі. Яғни екінші Канаданың астанасы туралы. Үшіншісі яғни Париж және Таулоз, яғни қалай Франциядағы орналасқан. Төртінші жаттығу бізде complete the sentence, яғни мемлекеттер туралы, тілдер туралы жазамыз. Өзіңіз туралы жазуға болады. Мысалы, my mother speaks French and German, I speak Kazakh and Russian, I think English is an easy language, I've got friends from the UK, my family like Korean food или Chinese food, my teacher speaks Turkish or English. At my school we study Russian. Яғни біз мектепте оқимыз орыс тілін, немесе өзіңізге қалай ыңғайлы солай жазып шығуға болады. Мен сіздерге мындай кішкене ғана мысал келтірдім. Келесі жаттығу бізде 17-ші беттегі жаттығулар. 17-ші беттегі бірінші жаттығуда, яғни does, do, яғни don't жалғауларын қалай қолдану керегін жасаймыз. Яғни do мен I мен you'да біз әрдайым, яғни live, яғни I live in London, яғни мен Лондонда өмір сүремін. He, she lives, яғни S жалғау тұр. Бұл бұнда болымды түрі, яғни болымсыз түрінде біз don't жалғауын жасаймыз. Ал егер сұраулы сөйлем болатын болса, яғни do міндетті түрде бастауыштың алдына шығады. Екінші жаттығу, яғни мұнда текст берілген, текстте дұрыс естіктерді қойып шығасыздар. Мысалға, мұнда Мұхаммед атты студент, яғни I'm 12 and I'm from Casablanca in Morocco. Яғни I speak 3 languages, мен 3 тілде сөйлеймін, араб, француз және ағылшын тілінде. At home біз үйде әрдайым қолданамыз араб тілін. Менің ата-анам, яғни әке-шешем don't speak, олар сөйлей алмайды француз тілінде. Және де I go to, яғни мен international, ұлтаралық мектепке барам. Онда біз онда француз тілінде сөйлейміз, яғни француз тілді классқа барам. We also study, біз және де ағылшын тілін оқимыз. 4 немесе 5 сағат аптасына. My teacher, яғни менің мұғалімім өте ақылды кісі, ол 6 тілде сөйлейді. But he doesn't speak, яғни бірақ ол араб тілін жақсы білмейді. Sometimes my best friend Yusuf, кейде менің ең жақын досым Юсуф қолданады араб тілін класста. Және оның мұғалімі түсінбейді.
Келесі жаттығу бізде үшінші жаттығу complete the sentence, яғни қорапшада берілген сөздерді дұрыс қойып шығамыз. Яғни бізде does Tom and Emma go to language school on Mondays, яғни Том мен Эмма ағылшын тілді мектепке барады дүйсенбі күндері. Фредди герман тілін оқиды. We like English pop music. Біз ағылшын поп музыкасын жақсы көреміз. Мен Грант Маза әжеме, яғни әжеме, яғни ол көреді, поляк фильмдерін көреді. Бесінші, Оливер және Паскал read French books. Француз кітаптарын оқиды, яғни олар бізде мұнда зәйға келеді. I use dictionary in my Italian class. Мен қолданам итальян сөздігін класста. He plays American computer games. Төртіншіде бізде what do these students do after school, яғни олар күн сайын не істейді мектептен кейін. Болымды және болымсыз төрт сөйлем түрінде жазамыз. Мұнда қарап отырасыздар, кім не істейтінін. Мысалға, Lucy studies Spanish at language school, яғни Lucy болымды түрде испан тілін оқиды мектепте. Джеймс футбол ойнайды достарымен бірге. Lucy goes to music, музыка сабағына барады. Джеймс and Люси екеуі бірге достарымен интернетте сөйлеседі. Яғни келесі бізде болымсыз төрт сөйлем жасаймыз. Джеймс doesn't study, яғни Джеймс испанша білмейді, мектеп оқымайды. Люси достарымен бірге ойнамайды мектепте. Джеймс doesn't go to, Джеймс музыка сыныбына бармайды. Джеймс және Люси олар үйде DVD көрмейді. Келесі жаттығу бізде 18-ші беттегі жаттығулар. 18-ші беттегі жаттығуларда сіздер мұнда сәйкестендіресіздер. Келесі сразу үшінші жаттығуды талдап кетейік. Яғни дұрыс жауаптарын дұрыстап қоямыз. My teacher starts, яғни менің жұмысым басталады сағат 7:30-да. Олар ужиннан кейін, яғни кешкі астан кейін TV көреді. Korean work. Карен жұмысы сағат кешкі 5-те аяқталады. We don't go to bed. Біз сағат 11-де ұйқыға жатамыз. Мен достармен бірге әрдайым үй жұмысын жасаймын. Біз яғни ланч обедті ресторанда ішеміз. Келесі жаттығу бізде екінші жаттығу complete the words in the sentence, яғни мұнда суреттерге қарап жазу жазамыз. Яғни she starts work at the office. Ол сағат 9:30-да офиста жұмыста істейді. We have lunch. Біз they have lunch. Яғни олар кафеден тамақ ішеді, обед ішеді. Ол телевизор көреді үйінде, at home. Екінші, I do my homework in my bedroom. Яғни мен жатын бөлмеде өзімнің үй жұмысын жасаймын. He goes to bed at 9 o'clock. Ол сағат 9-да ұйқыға жатады. Келесі бізде 4-ші жаттығу.
Төртінші жаттығуда мұнда қорапшада берілген сөздерді қойып шығасыздар. He starts work at 6 o'clock in the morning. Яғни оның жұмысы таңертең сағат 6-да басталады. Ол кешке, әрдайым кешке телевизор көреді. Келесі бізде оның жұмысы әбеттен кейін аяқтайды. He goes to bed. Ол сағат 10-да ұйқыға жатады. Ол қатты шаршайды. Бізде he has lunch. Яғни ол әбетті достармен бірге сағат 12:30-да ішеді. Бесінші complete the text. Яғни текстті толтырамыз. Алдымен текстті дұрыстап оқып шығыңыздар. Потом сол текстке байланысты қоямыз. I get up at about 7 o'clock. Мен сағат 7-де тұрамын. Таңғы аш болғаннан кейін it's time for менің сабақтарым уақыты. Ол сағат 9 o'clock 9-да басталады. We usually have in English or French lessons. Бізде әрдайым ағылшын және француз тілі болады. It's always interesting with my mom. Және мен әрдайым мамам it's with mom. Бұл әрдайым қызықты мамамен бірге. 1:30-да біз have lunch әбет жейміз. Мен әрдайым сэндвич жейм. At about 3. It's the end of my school day and we finish work. Біз одан кейін жұмысты аяқтап болғаннан кейін after that sometimes телевизор көреміз. DVD for an hour, 1 сағат. Мен жақсы көретін мультигім. Келесі in the evening және кешке do my homework. Мен үй жұмысын жасаймын. At the desk in my bedroom, өзімнің жатын бөлмемдегі столда. Then I go to bed, яғни мен сағат 9:30-да ұйқыға жатамын. Егер сіздерге қызық болса, лайк басыңыздар, комментарий қалдырып отырыңыздар. Сау болыңыздар.